біз ұсынатын кітап «Құлагер». Авторы Ілияс Жансүгіров. Жанры эпикалық поэма. Түрі реалистік трагедиялық поэма. Бас кейіпкерлер: Ақан сері, жүйрік тұлпар құлагер, Барақбай. Поэманың тақырыбы 19 ғасырдағы қазақ қоғамындағы әлеуметтік әділетсіздік, өнер иесіне жасалған қастандық, тұлпардың өлімі арқылы тұлғаның трагедиясын көрсету. Поэманың идеясы: әділетсіздікке қарсылық, адалдық пен сұлулықты қорғау, өнер иесінің тағдыры арқылы халықтың рухани әлемін ашу, күншілдік пен көре алмаушылықтың зиянын көрсету. Бұл жай ғана бәйге емес еді. Бұл рух пен намыстың жарысы болатын. Құлагер елдің үміті, ақан халықтың жүрегі. Жеңіс жақын еді, бірақ әділетсіздік желден жүйрік болып шықты. Құлагер, айналайын арғымағым, осымен өлмегенде шабар шағың, құтсыз көл жыландының жағасында құшақтап қанды басың зар жыладым. Құлагер өлең емес, құлагер жүректе қалған жара. Оқымасаң өкініш, оқысаң өмір.